қаймақтан май былғаймыз. Үйдің қолдың қаймағы бұл 2 литр. Табиғи қаймақ болғандықтан бұлғауы өте ауыр болады. Қолыма күш түседі кішкене. Сонда да енді бұлғап көрейін бұны. Бұны тек бір бағытта ғана бұлғау керек. Және ағаш қасықпен ғана бұлғау керек. Темір қасыққа бұл түспейді. Kala. Anne kala. Кішкене жақындап жатыр май болуға. Әрине қолдың күші керек бұған. Сүт тартатын машинасы жақсы жұмыс тартады екен. Сүт тартатын машина өте жақсы тартып тұр қаймақты. Біздің жақта қаймақты осылай табаққа салып, ағаш қасықпен былғап, сосын барып май түсіреді. Батыста. Әсіресе Атырау облысында. Майға айналып жатыр. Қаймақтың ірткісі бөлінейін деп жатыр майдың бойындағы.
Мына аймайға айналып кетір. Бірте-бірте ауырлап кетір. Өте қатты ауырлады. Өткісі бөлінді. Қаймақтың бойында. Майдың бойында міне қаймаққа айналды міне үрткі бөлініп. Қазір үрткісін көрсетейік. Міне, көрдің бе? Көрініп тұр ба? Таза сүзілген сумен майды шайқап жуып аламыз. Майды су ағарғанша тазалап жуып аламыз. Салқын суға. Су міндетті түрде салқын болу керек.
Ал енді бұл таза сармай сиырдың таза сүтінен, таза қаймағынан табиғи алынған. Енді біз бұны морозильникке салып, мұздатқышқа қатырамыз.